Енді оның да мысалы ортақ тарих деп отырғаны мынандай да, шынымен 70 жылдан астам, 3 жылға жуық қой енді боя патша үкіметі есептейтін болсақ. Ондай тарих бар, бірақ ол ортақ тарих деп айтуға да келмейді шығар. Өйткені ол кезеңнен әркімнің алған еншісі әртүрлі. Біз мысалы қаншама нәрсе жоғалттық, басқа мемлекет қаншама нәрсе пайда тапты, жерден тарихқа дейін. Сондықтан бұл жерде әркім өзінің мемлекетінің көзқарасын. Сол ортақ тарихты қаншалықты енді Ресей ғалымдарының ішінде де неше түрлісі бар ғой, қарындас. Невзоров бар мысалы оның ішінде. Түндешев бар, олардың да ғалымдарының ішінде. Олар толықтай қазақ тарихын мойындап отырған адамдар. Сондықтан бұл жерде Ресей ғалымдар деген сөзі сіз контекстке алып отырсыз. Ресейде неше түрлі ғалым бар. Қай ғалыммен қалай жұмыс істеу керек екенін жүйелеу керек. Бірақ мен жалпы өзім келіспеймін ортақ тарих деген терминологияның өзінде. Ортақ тарих болуы мүмкін емес. Әр мемлекеттің өзінің